Кешке қандай тағам жасаймын деп басыңыз қатты ма? Дәл осы тағамды жасауға кеңес берер едім. Өте дәмді болып шығады. Отбасыларыңызға 100% ұнайтынына сенімдімін. Жасалу жолы да өте оңай. Алдымен барлығын турап дайындап қоямыз. Тауықтың төс етін осылай ұзыннан турап, ал шампиньондарды қатты жіңішке емес, дәл осылай видеодағыдай турап шығасыздар. Табамызға кішкене ғана сұйық май құйып, алдымен пияздарымызды жақсылап қызартып, 2-3 минуттай қуырып аласыздар. Оның үстіне тауықтың төс еті, яғни филені де дәл осылай қуырамыз 1-2 минуттай, және де шампиньондарымызды да 1-2 минуттай қуырып, дәміне қарай тұз, қара бұрышты салып, және де сливки, яғни клейгей 20%-дан жоғары клейгей қосуларыңыз керек, немесе 20%-дан жоғары сметана қоссаңыздар да болады. Жарты кесе суымызды құйып, асты орташа отта 20-30 минуттай пісіріп аламыз. Гарнирге қасында күріш ұсынсаңыздар, пюре ұсынсаңыздар да болады. Мен осылай макаронмен ұсындым. Міндетті түрде жасап көріңіздер, қыздар. Бір жасағаннан кейін қайта-қайта жасағыларыңыз келе береді, шын айтам. Өте дәмді болып шығады, ас болсын.